Алғашқы әріпіміз алиф әріпі. Алиф әріпі жоғарыдан төмен қарай жазылады. Жазылуы. Келесі әріп бізде бә әріпі оң жақтан сол жаққа қарай осылай жазылады. Келесі әріп бізде тә әріпі. Тә әріпі дәл бә әріпіне ұқсас, бірақ үстінде екі нүктесі болады. Нүктесі өте жоғары кетпеу керек. Өте төмен ішінде болмау керек. Осы қатарда болу қажет. Келесі фә әріпі үш әріптің де жазылуы ұқсас, бірақ нүктелерінде айырмашылығы. Келесі бізде әріп джим әріпі. Джим әріпі жаттығу үшін, джим әріпін жазып жаттығу үшін мінекей осындай әдемі сызық алып келеміз, осылай төмен қарай түсіреміз. Астында бір нүктесі болады, міндетті түрде ұмытпаймыз. Келесі әріптердің жазылуы ұқсас. Джимнен кейін ха әріпі ешқандай нүктесіз дәл джимге ұқсас жазылады. Мінекей тағы бір жазып көрсетейін. Осылай ирек сызық және де осылай алып келеміз. Ха әріпінен кейінгі әріп бізде ха. Тамақтан қырып дыбысталатын ха әріпі нүктесі үсті жағында болады. Дәл джим және де мынау ха әріптеріне ұқсас дыбысталады. Ха, яғни дыбысталады дегенде жазылуы осылай жазылады деген ғой. Нүктесі тек үстінде болады, шатастырмаймыз. Мінекей ха. Дәптеріңізге осылай жазып жаттықсаңыз болады. Келесі кезектегі әріп бізде бұл дәл әріпі. Дәл әріпі осылай жазылады. Қайта көрсетіп өтейін. Бізде линия дәл әріпіні, яғни линияның жоғары жағында жазылады. Толыққанды. Дәл, зәл. Дәл әріпіне ұқсас, бірақ үстінде нүктесі болады, ұмытпаймыз. Келесі әріп бізде ра. Ра әріпі жоғарыдан осылай төмен қарай алып келеміз. Линия бізде ортасынан өтеді. Ра әріпінің. Әрі қарай зә әріпі. Зә әріпі ра әріпімен жазылуы өте ұқсас, бірақ үстінде нүктесі болады. Ұмытпаймыз. Мінекей ортасынан өтеді бізде линиямыз. Син әріпі. Син әріпі жазылуы өте оңай. Мінекей е сияқты жазамыз да төмен жағын осылай түсіріп қайырып жібереміз. Син әріпі. Мінекей тағы жазып көрсетейік. Син әріпі осылай жазылады екен. Мінекей. Келесі шин әріпі дәл син әріпіне өте ұқсас, тек үстінде дәл осылай жазылады, тек үстінде үш нүктесі болады. Бұл шин әріпі. Келесі әріп бізде сад әріпі. Шин және де син әріптерін жазған кезде линиямыз осы тұстан өтеді. Яғни біздің басы, син, шин әріптерінің басы үсті жақта линияның жоғары жағында жату керек. Әрі қарай төмен қарай линиядан түсіп кетеді аяқ жағы. Сад әріпін жазған кезде мінекей. Бұлай бастасаңыз да болады. Осылай бізде линия, яғни сад әріпінің бас жағы тура линиямен осылай тұспа-тұс жату керек. Келесі әріп бізде дат әріпі. Немесе осылай бастаймыз. Мінекей. Дәл сад әріпіне ұқсайды, бірақ нүктесі болады. Және де линия дәптердің сызығы, яғни сад әріпінің бас жағы міндетті түрде сызықтың үстінде қалу керек. Дат әріпі. Келесі әріп бізде та әріпі. Та әріпі толыққанды линияның үстіне жазылады. Яғни сызықтың үстіне жазылады біздің дәптеріміздегі. Келесі әріп дәл та сияқты жазылады, бірақ үстінде нүктесі болады. Қайта бір жазып көрсете салайық. Келесі әріп мінекей. Va әріпі. Va әріпі. Va.
жуан дыбысталатын айн әрпі. Бұл линияның жоғары жағында, бас жағы қалу керек. Дыбысталуы айн. Бұл әріп құлап бара жатқан е деп, осылай қызықты болу үшін солай айтсақ болады екен. Келесі дәл осы сияқты жазылады, бірақ жоғары жағында бір нүктесі болса, бұл ғайн әрпі. Ғайн әрпі, Келесі әріп бізде фә әрпі. Фә әрпі линияның толыққанды үстінде жатады. Келесі әріп бізде қаф әрпі. Екі нүктесі болады, фәге ұқсас. Барлығы линияның үстінде жатады. Енді кәф әрпі. Кәф әрпінің жазылуы жоғарыдан осылай төмен қарай келеді, және ішінде осы белгі болады. Бұл кәф әрпі. Толыққанды линияның үстінде жазылады. Сәл мына жағы осылай келеді. Тағы бір жазып көрсетейік. Кәф әрпі. Өте оңай. Оң жақтан сол жаққа қарай жазамыз. Араб әріптеріне ұмытпастан. Ләм әрпі келесі бізде. Ләм әрпінің жазылуы линиядан түсіп кетеді. Аяқ жағы линиядан түсіп кетеді екен. Линия мына жерде болатын болсақ, ләм әрпі осылай жазылады. Линия шамамен осы тұста болады. Келесі әріп мим әрпі. Мим әрпінің жазылуы өте ерекше. Линия сызып алсақ болады. Капля сияқты сызамыз. Осының бойымен осылай сызамыз. Осылай сызамыз. Осының бойымен осылай сызамыз. Мим әрпін әртүрлі жазуы мүмкін. Әркім осылай да жазуы мүмкін. Бірақ бұлай капля сияқты етіп бастап жазу басқа әріптермен шатастырмауыңызға себепші болады. Келесі әріп бізде нун әріпі. Жазылуы осылай. Және де толыққанды не істейді екен? Линиядан төмен түсіп кетеді. Бұл бізде линия деп алатын болсақ, тек қана жоғары жағы қалады линияда. Осылай жазылады. Тағы бір жазып көрсетейік. Осылай жазылады екен. Бірінші жазғаным әдемірек шықты, дұрысырақ шықты. Негізінде ортасы ашық емес, осылай жазылғаны дұрыс. Мим нун және де ләм мим нун уәу әрпі келесі. Уәу әрпі өте үлкен, біздің үтірге ұқсас жазылады. Жазылуы осы. Уәу әрпі, хә әрпі капля сияқты жазылады. Толыққанды біздің линияның үстінде тұрады. Қараңыз, линия осы болса біз хә әрпін былай жазғанбыз. Соңғы әріп бұл яй әрпі. Яй әрпі осылай жазылады. Яғни біздің линиямыз бар. Линиямыздың үстіне осылай жазылады екен. Яй әрпі екі нүктесі бар астында. Сонымен қатар біздің Құранда көп жиі кездесетін тағы кезекті әріптің бірі. Бұл жаңа әріп емес ешқандай да. Бұл әріп екі әріптің тек қосындысы, ләм және әлиф деген әріптердің бірге келген уақыттағы қосылып жазылуы. Бұл осылай жазылады екен. Негізінде біздің әлиф осылай таяқша жазылу керек, және де ләм осылай жазылу керек етін. Бірақ екеуі біріккен уақытта осылай жазылады екен. Тағы бір жазылуын көрсетейін. Ләм әрпін жазамыз, және де оған қиғаштай әлифті алып келеміз. Бұл ләм әлиф деп аталады. Оқылуы лә.
лә болып оқылады, оқылуын алдағы уақытта тағы өте жатармыз. Жалпы біздің осы 2 минутта Құран сабақтары атты рубрикамызды, жобамызды қолдап отырыңыздар. Лайк басып, комментарий жазып, егер пайдалы болып жатқан болса. Біз алдағы уақытта барлық ақпараттарды осы арнамызда бөлісетін боламыз, иншалла.